Балалар, қайырлы күн. Балалар, біз бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметімізді бастаймыз. Барлығымыз шаттық шеңберіне тұрып, шаттық шеңберін орындайық. Қане. Біз қандаймыз, шұғылалы таңдаймыз. Гүлейміз, еш ойынды білмейміз. Қуанамыз енді, қуанасың сен де. Қуанайық достарым, арайға қадыр берейік. қайырлы армысыздар, қонақтар. Армысыздар достарым. Тамаша. Балалар, бізге күн қонаққа келіпті. Қане күнмен амандасып алайық. Атын күн, айлы күн, жылды аяма, жылды аяма, күзелесі сарсайып, қош келдің алтын күн. Тамаша. Күнімізбен амандасып алдық, балалар, иә. Енді ары қарай өзімізді ұйымдастырған оқу қызметімізді жалғастырамыз. Балалар, бізде бүгін ұйымдастырған оқу қызметінде екі топқа бөлінеміз. Біреуі ғылым орталығы. Балалар, бүгінгі ұйымдастырған оқу қызметіміз екі топта өтеді. Бірінші тобымыз ғылым орталығы. Ғылым орталығында жұмыс істегісі келетін балалар үйдің суретін аласыңдар. Екінші тобымыз құрылыс орталығына барады. Құрылыс орталығына барғысы келген балалар саңырауқұлақтың суретін аласыңдар. Келістік пе? Жақсы, келіңдер. Алыңдар. Балалар, өз таңдағанымызды алдық. Енді кімнің қолында саңырауқұлақтың суреті бар, солар құрылыс орталығына барасыңдар. Айнұр апаймен құрылыс орталығына барып, дәрімендерге себет жасайсыңдар. Жақсы ма, балалар? Ал кім қолында үйдің суреті бар, олар менімен осы жерде қаласыңдар, біз ғылым орталығына барамыз. Қане, бөлінеміз. Келіңдер, маған үйдің суреті барлар, маған келіңдер, саңырауқұлақ барлар. Ары қарай, ар жаққа барыңдар. Құрылыс орталығына барасыңдар, иә? Құрылыс орталығына барыңдар. Балалар, міне біз ғылым орталығына келдік. Біз ғылым орталығында не жасаймыз? Тәжірибе жасаймыз, иә? Тәжірибе жасау үшін біз үстімізге мына фартуктарымызды киіп алайық. Келіңдер. Міне, барлықтарына берейін бір-бірден. Киіп алыңдар. Ұстай бақылың. Бастарын. Бір-бірін байлар жіберіңдер, байлай алмасаңдар. Балалар, қараңдаршы, бізге бүгін топқа келсем хат келіпті. Қане осы хатты оқып көрейікші, не жазылған екен. Біз сіздерге дәмді тағамдар елінен хат жазып отырмыз. Бізге сіздердің көмектеріңіз керек. Біздің әлемдегі адамдардың барлығының іштері ауырып жатыр. Неліктен екенін ешкім білмейді. Біз тек дәмді тамақтар ғана жедік. Пирожные, торт, чипсы, пепси-кола, кәмпиттер, спрайт іштік. Осы мәселені шешуге болсыңыздар, қалай жазылуға болады дейді. Балалар, бізге дәмді тағамдар елінен міне осындай хат келіпті. Ол кісілерге болсамыз ба? Болсайық. Ал енді айтыңдаршы, неге олардың іштері ауырды екен? Олар пайдалы, пайдасы жоқ, бірақ зиянды, дәмді, бірақ пайдасы жоқ тағамдар жеген екен, иә? Дұрыс, қандай тағамдар жеген екен? Чипсы, кириешки, чипсы, кола, пепси, спрайт ішкен екен. Жақсы, олай болса балалар, олардың іштері неге ауырып жатыр екен? Біз қазір осы жерде тәжірибе жасап көрейік. Келістік пе? Міне, қараңдар, мынау не? кола, Мынау кола, ал мынау? фанта. Қазір міне бірінші коланы ашайық. Сонан кейін коламен бір тәжірибе жасап көрейік. Міне коланы мына стаканға құямын. Естіп тұрсыңдар ма? Немене дыбыс шығады? Бызылдаған, ол газдың иісі, иә? Дұрыс айтасың, ол газдың иісі. Ал енді осы коланың үстіне біз не салып көрейік? Біреу ғана болды, міне. Міне көрейік. Көрдіңдер ме, әне қандай болады? Газ шығады, иә?
пышылдап газ шығады екен әне. Яғни чипсидің құрамында да зиянды нәрсе бар екен, иә? Не колаға салсақ, одан газ шығады екен. Ал тағы да енді мына фантаны көрейік. Қазір жоқ, оған басқа нәрсе саламыз. Қазір мен айтамын, сөйлесе. Жоқ. Фантада не, иісі бар ма екен? Естіңдерші? Иісі бар, иә? Только вкусно, ол зиян тамақ. Иә, дәмді, бірақ зиянды екен. Міне, фантаға енді не? Жоқ, қант сал, жоқ, оны салмай тұра тұр, оны содан кейін саламыз. Қазір мен қант салып қойып не болады екен. Жоқ, сендер саламайсың, не сал. Міне, көрдіңдер ме, не шығады? Не шығады? Тағы да газ шығады, иә? Міне. Ал енді осы коламен сендер үйде торт жейсіңдер, иә, пирожный жейсіңдер. Енді осы коламен пирожныйды көрейікші. Колаға, балалар, қараңдар. Үйде сендер торт, пирожный жейсіңдер ме? Жейсіңдер. Оны коламен жейсіңдер, иә? Ал іштеріңе барғанда ол не болады екен? Қазір көрейік. Мына торттың шеті. Осыны алайық та, салып көрейік. Не болады екен? Жегенде міне іштерінде тағы да газ пайда болады. Және де ішіндегі міне мына торттың майы ерімейді, сол күймен құтырады екен. Көрдіңдер ме? Міне торттың майы міне бетінде тұр. Көрдіңдер ме? Ери ме? Ерімейді. Торттың майы ерімейді. Міне коланың бетінде тұр, міне. Осы күйінде тұрады. Бұл іштеріне барғаннан кейін асқазандарында ауыртады. Іштеріңді ауыртады, адамның ағзасына өте зиян. Сол үшін коланы ішу керек пе, ішпеу керек пе? Қалай ойлайсыңдар? Ішпеу керек екен, иә, ішуге болмайды екен. Сонан кейін міне мына тәтті, мынау не? Чупа-чупс жесеңдер, тістерің ауырады. Кәмпит көп жеуге болмайды. Міне мынау да міне шоколадты кәмпиттер, иә? Бұны да көп жеуге болмайды. Бұлар жесеңдер тістерінің арасына тұрып қалады да, сонан кейін тістерің қанғұрт болып ауырып, тістерің ауырып, сонан кейін дәрігерге бару керек болады. Сол үшін кәмпитті де көп жеуге болмайды, иә? Құрт болады, иә? Чупа-чупсты да жеуге болмайды, бұны жесеңдер де тістерің ауырады екен. Қанттың құрамы, қант қандай? Ашты ма, тәтті ме? Тәтті. Қантты міне жаңа салып едік, газ шықты, иә? Қанттың да пайдасы жоқ екен, иә, ол да өте зиян адамның ағзасына. Ал енді қараңдар, міне, мынау не? Мынау су. Көрдіңдер ғой? Судан бәрі көрінеді, иә? Судың түсі қандай? Түссіз. Су түссіз, иә? Түссіз, мөлдір. Судың арғы жағы, бергі жағы бәрі көрінеді. Ал фанта түсі қандай? Түсі сары, иә? Одан көрінбейді, иә? Оның құрамына осындай суға не қосқан? Бояу қосқан. Сары бояу қосқан. Сонымен фантаның түсі сары болып тұр, иә? Және де оның газы бар. Ішінде газы бар екен. Ал суда газ жоқ. Ал енді балалар, сонымен айтыңдаршы, қандай зиянды тамақтарды білеміз? Қандай зиянды тағамдарды білеміз? Кола, чипсы, фанта, торт, иә? Дұрыс айтасыңдар. Міне мынандай қытырлақ нандар, иә? Дұрыс, осыларды жеуге болмайды екен. Тамаша. Қане, енді барлығымыз балалар үстіміздегі мына халатымызды, фартуғымызды шешейік те, сонан кейін дүкенге барайық. Дүкенде ылғи дәруменді тағамдар ғана сатып алады деген сенімдемін мен сендерді балалар. Иә, бұл тамақтар зиянды болып шықты. Енді дәруменді, пайдалы тағамдарға барайық. Қане, үстімізді шешіп, әкеліп орнына ілейік. Біз жаңа зиянды тағамдарды білдік, иә? Қандай зиянды тағамдар бар екен? Енді біз қазір дүкенге барып дәруменді тағамдар алайық. Дәруменді көп, өте пайдалы, ағзаға пайдасы бар тағамдарды алуға барамыз деген сенімдемін балалар. Қане, барлығымыз дүкенге барайық, келіңдер. Балалар дүкенге келдік, дүкен бар, дүкен тұр екен, бірақ сатушысы жоқ екен. Иә? Қане, барлықтарын көздеріңді жұмыңдаршы. Көздеріңді жұмаңыздар. Қане, көздеріңді ашыңдар. Тосын сый.
Мінекей, мен сатушы болып қалдым балалар аяқ астынан, иә? Қараңдар. Балалар, менің дүкенімге келгендерің қандай жақсы болды. Мен дүкенімде ылғи дәруменге толы, бай, 5 дәрумен толы тамақтар өте көп. Менде жемістер де бар, көкөністер де бар, кола бар, фанта бар. Не алам десеңдер де соның барлығы бар менде. Қане, неме аласыңдар? Сіз неме аласыз? Сәлеметсіз бе? Айтыңыз, не керек сізге? Жүгері, міне 2 жүгері салып берейін. 2 жүгері 2 теңге. Сәлеметсіз бе? Сізге не керек? 2 апельсин. 2 апельсин 2 теңге болады. Қазір салып берейін. 2 апельсин бар. Мына жаққа келіп. Сізге не керек? 2 лимон қазір салып берейін. 2 лимон 2 теңге. Сәлеметсіз бе? Сізге не керек? Маған 2 помидор. 2 қызанақ керек пе сізге? Қазір 2 қызанақ салып берейін. Қызанақтар ғана қаласыз ба? Кола алмайсыз ба? Кола алыңыз. Кола алыңыз. Фанта алыңыз. Зиянды ма? Сізге тек пайдалы тағам керек пе? Онда 2 теңге бересіз. 2 қызанақ 2 теңге. Жақсы. Жақсы. 1 жүгері ме? 1 ананас салып берем сізге. Екеуі 2 теңге. Жақсы. Сізге не керек? Жүзім керек пе сізге? Міне жүзімдер, міне. Күлгін түсті жүзім, және жасыл түсті жүзім, 2 түрлі жүзім салып бердім сізге. 2 теңге тұрады. Сізге не керек? 3 банан. 3 банан. Қазір салып берем 3 бананды. Балалар, 3 теңге. Жақсы. Сізге не керек? Жүзім бі? Фанта алыңыз, кола алыңыз. Кола алыңыз, фанта алыңыз. Алмайсыз ба? Мінекей, 1 теңге. Жақсы, тамаша балалар. Енді, қане былай, қатарға тұра қалай. Балалар, міне қолымызда жемістер мен көкөністер, иә? Міне, Нұрғалымның қолында 3 банан, және Нұрдананың қолында 2 қызанақ. 3 бананға 2 қызанақты қосқанда қанша болады? 5 болады, иә? Дұрыс, 5, барлығы 5 болады. Ал Мұхамедиярда 2 жүгері, Дилназда 2 апельсин, 2-ні қосқанда қанша болады? 4 болады, дұрыс. Ал Нұрданада 2 қызанақ, Алинұрдың қолында 1 жүзім қанша болады? 2-ге 1-ді қосса 3 болады, дұрыс айтасыңдар. Кімнің қолында 1 ананас пен 1 жүгері, 2-ін қоссақ қанша болады? 1-ге 1-ді қосса 2 болады. Тамаша балалар. Өте жақсы қос есептедік, жемістерді. Енді осы жемістерді үйлеріңе апарып жеп, дәрумендерге бай, ағзаларың өте дәруменге өте бай болсын, жақсы балалар. Қане әкеңдер, маған бере қойыңдар. Балалар, бойымызды бір сергітіп алайық. Тамаша балалар, бір сергіп алдық,
Балалар, біздің қызметтің басында бізге хат келіп еді. Естеріңде ме? Иә. Ол хатта бізге дәрумендер елінен келді. Олар бізге не деді? Олардың іштері ауырып жатыр екен, иә? Зиянды, пайдасы жоқ тағамдарды жеп іштері ауырып жатыр екен. Біз енді соларға болсамыз деп айттық па? Иә. Олай болса, оларға болсып, дәрумендер толы себет толтырып жіберейік оларға. Қане барлығымыз шығармашылық тобына келіп отыра қалайық орнымызға. Балалар, біз жаңа дүкенге барғанда дәнді, дәруменді тағамдар алдық, иә? Не алдық, айтыңдаршы, не алдыңдар? Банан, Мен алдым. алма, иә, ананас, қызанақ, иә. Осындай дәруменді тағамдар алдық. Енді осы дәруменді тағамдарды дәстүрден тыс бастыру арқылы, мақталы таяқшамен бастыру арқылы бояймыз. Қане, енді қараңдар. Маған мұқият қараңдар, сендер тиіспеңдер, бірінші көріп алыңдар. Міне балалар, мынау алманың суреті, иә? Бірінші алманың суретін бояп алайық. Жапырағын бірінші, жапырағы қандай түс болады? Жасыл түс, алманың өзі қызыл түспен бояйық, иә? Қызыл түсті алма әдемі болады. Және ол алманың бұтағы қоңыр түсті болады екен. Сол түстермен қазір бояйық. Қараңдар, мен сендерге көрсетемін. Міне бұны бастыру арқылы, былай, міне, мақталы таяқшаны гуашқа матырып аласыңдар да, бастыру арқылы бояймыз. Сонан кейін алманың өзін қызыл түспен дедік, иә? Осылай бастыру арқылы әдемілеп бояймыз. Міне енді бұтағын қоңыр түс қыламыз дедік, иә? Міне әдемі алма болып шықты, иә балалар? Көрдіңдер ме? Міне әрқайсының алдарында көкөністер мен жемістердің суреттері тұр. Соларды осы бастыру арқылы бояймыз. Қане бастайық. Ұқыпты істейміз, қолымызға жағып алмайық. Ой, ақырын ұстап, демесе ақырын. Ендеше міне кішкене қолымыз шаршап кетті. Қолымызға мына шарларды алып, массаж жасап жіберейік. Алау. Қане қолымызға. Ақырын істесіңдер. Қолдарың демалады. Саусақтарымен былай қысыңдар. Бұның ішінде дәндер бар. Қолымыз жақсы тынығып қалды. Қолдарың тынығып қалды ма балалар? Жақсы болып қалды, иә, қолдарымыз? Саусақтарымен былай қысып жіберіңдер, қоясыз. Жақсы. Қане, орнына қайттан қояйық. Жұмысымызды соңына дейін жақсылап бітірейік. Орнына қояйық. Жақсы. Онда қолымызды майлықпен сүртейік. Алау, майлықпен қолдарымыз сүртейік. Әне алдымда тұр. Міне. Қолдарымды майлықпен жақсылап сүртейік. Сүртіп болған
болғаннан кейін қоқыс салатын міне тәрелкелерді осыған саламыз. Қоқыс салатын тәрелкеге сала бер соған. Дұрыстап сал, анаға дұрыстап сал, лақтырмай, иә? Дұрыстап саламыз. Болдық па, балалар? Олай болса, қане, қолымыздағы өзіміздің бояған суреттерімізді әкеліп тақтаға ілейік. Жақсы болды. Сен айтып ойлап үстін басып тастадым, өзі әкеліп. Мінекей балалар, біз дәруменге толы себеттерді дәруменге толтырдық, иә? Енді осы себеттерді біз дәмді тағамдар еліне жібереміз. Ол жақтағы адамдардың іштері осы дәмді дәрумендерді жеп, іштері жазылсын дейміз, иә? Жібереміз бе? Жібереміз. Олай болса, балалар, қане барлығымыз мына жерде жастықтар тұр, сол жастықтарға отыра қалайық. Балалар, көзімізді жұмып, әдемі әуен тыңдайық. Сендердің түп-түзу, мықты болып өсулерің үшін сендер дәруменге бай тамақтар жеулерің керек, иә? Қане, кім дәрумен туралы тақпақтар біледі екен? Айта қойыңдар. Орнынан тұрып айта. Дәрумен заттылығы абысыдан тиіп боламыз. Жетпесе бір оны арып сен қаласың. Айта қойыңдар. Мен балықта, астушақта, картопта, сенетінде, жаңғықтан жеңге боламын. Тамаша. Келесі Нұрдана. Айта. Мен жұмыртқада, мен балықтымында, сүт тағамдарында, мен ұсқылдаған баланы сүйегі мықты болады. Жарайсың. Асық ажы көзіне, босық ажы жүйкеге, сәпесін омыртта, дабылық майында, қарақаттан табылар. Тамаша, балалар. Міне осындай жақсы тақпақтар біліңіз, иә? Қане, балалар, барлығымыз орнымыздан тұрайық. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Несімен ұнады? Не ұнады сендерге? Дәрумендер себеті. Дәрумендер себеті, керемет болып шықты, жақсы. Балалар, ал бүгінгі оқу қызметінде біз зиянды тағамдарды өттік, иә? Зиянды тағамдар, қандай зиянды тағамдар бар, айтыңдаршы? Не бар тамаша, жақсы. Ал қандай пайдалы тағамдар бар? Арбуз, дыня. Ненің суретін боядыңдар? Соны айтсаңдаршы, ненің суретін боядыңдар? Иә, қызанақ, алма, иә? Өрік, алмұрт, ананас, жақсы. Осылар не пайдалы тағамдар екен. Балалар, бүгін оқу барысында қайда бардық? Асханаға. Зертханаға бардық. Зертханада не істедік? Тәжірибе жасадық. Тамаша. Ендеше біздің тәрбиеленушіміз Нұрғалым қонақтардан сұхбат алсын. Нұрғалым? Сенде қандай оқу ұнады? Маған сендердің дәрумендер себеті ұнады, тәжірибе жасағандары ұнады, өте өнерлі, ұқыпты балалар екенсіңдер. Сізде балаңызға қандай тамақтар бересіз? Мен балама алма, алмұрт, айран, ірімшік, тағы өте витаминдері көп, пайдалы тағамдарды беремін. Рахмет. Сізде қандай зиятама балаңызға бересіз? Мен балама зиянды тағамдар әпермеймін. Кола, чипсы деген нәрселерді әпермеймін. Өйткені ол адам денсаулығына өте зиян. Сендер оны білесіңдер, иә?
екінші топтағы балаларымызды шақырып алайық. Келіңдер, шеңберге тұра қалыңдар. Балалар, бүгінгі оқу қызметінде біз нелер туралы айттық? Дәрумендер туралы айттық, иә? Қандай пайдалы дәрумендер бар? Айтайықшы. Жоқ, пайдалы. Апельсин, Жақсы, тамаша. Ал қандай зиянды тағамдар? Ондай зиянды тағамдарды жеуге болмайды, олар біздің ағзамызға өте зиянды екен, иә? Балалар, сендер не істеріңдер ме? Біздің оқу барысында бірінші бізге күн қонаққа келіп еді. Иә? Қане енді бұл күнді біз шығарып салайық. Күн бізге қандай дәрумен беретінін білесіңдер ме? Ол бізге Д дәруменін береді, иә? Осы Д дәруменін бүкіл әлемдегі халыққа, адамдарға, сендердің аналарың бар, апаларың бар, бауырларың, сіңілдерің, қарындастарың, апайларың бар, соның барлығына осы Д дәруменін шашсын. Күн жарқырап, аспанда тұра берсін деп, күнімізді далаға ұшырып жіберейік, иә балалар? Қане сау бол дейік, иә? Күнге сау бол.